қоймайды. Бізде де бар ондай істеп жатқан. Сондай заттарды әкеліп Қазақстанда да осындай өндіріс бар екенін, осындай адамдардың қолынан осындай іс келетінін дәлелдеп өзіміз бетіне шығаруымыз керек, елдің алдына шығаруымыз керек. Негізгі бұның жаңағы түпкі несі Қазақстанды көтеру, Қазақстанның айтып отырмын ғой, кәсіпкерлерін көтеру. Осындай өнімдерін барлығын өзіміз пайдаланып, соларды көтеру мақсатында ашылып жатқан компания. Жалпы осы сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Саламатсыз ба? Менде мынандай сұрақ. Аяқ ауруға жантақтың қайсысын ішкен жақсы? Бұл аяқ ауруына жантақтың қайсысы болғанда, бұл жантақтың үшеуінде де жантақ қосылған, бәрінде де бойында жантағы бар, үшеуінің де. Бұның үшеуін де ішуге бола береді. Мысалға, айтып отырмын ғой, жантақтың өзін ішсеңіз де болады. Негізінде жаңағы жантақтың иондалған күміс қосылған деп отырмын ғой. Оның өзін ішсеңіз де сіздің аяғыңызға әсер етеді. Лецитинді қосып ішсеңіз де әсер етеді. Хлорофилді ішсеңіз де сізге әсер етеді. Тек мынаны алып іш деген жоқ бұл жерде. Үшеуінде де бойында жантақ қосылған. Хлорелла ішіп жүрмін ғой. Хлорелла деген хлорофил ғой. Енді ол састап маған керегі жоқ шығар. Потому что мен сіз бұл хлорелла ішіп жүрсеңіз, ол жантақ қосылған хлорелла емес қой сіздің ішіп жүргеніңіз. Жоқ, кәдімгі хлорелла ішіп жүрмін. Енді ананың бір жантақтың составында хлорофил бар, да? Иә. Сол хлорофилі барды ішпей, басқасын алсам болады ғой. Айтып отырмын, түйе жаңағы жантақ шөбі арқылы ішіп жепті түйе. Сондықтан да түйе 20 күнге Результаттар бар ма аяқтан, например? Енді мен сізге айтайын, өзімді айта берсем де артық болмасын, менің де тіземді баса алмайтынмын. Осы жерде Әлия ханым біледі, осы бірге жүргенде мен аяғым тіземді қақсап ауырып, осы 2 ай ма осы жүре алмай жүрдім. Осы мен соңғы кезде байқаймын, сол тізем ауыратын ұмытып кеттім. Мен өйткені мына жантақты жаңағы литр суға жаңағыдай қылып ішіп жүрмін шөлдеген кезінде ше. Шөлдеген кезде где-то 15-20 күндей болып қалды. Солай ішіп жүрмін, қазір мен тізем ауырмайды, ешқандай аяғым ауырмайды, жүргенде де өзім байқап жүрмін. Мен де аяғым қойып жүрмін. Күміс қосылған қыздар. Жақсы негізі. Қайсыңыз пайдаланып жатсаңыздар да ем болсын. Жантақтың өте емдік қасиеті жоғары. 3 күрес алып жазылдың ба дегендей, адам шамалы ішу керек. Түрлі компанияны ішіп жатырмын, бірақ пайда жоқ та, сосын сұрап жатқам компанияға. Сондай жантақ. Бұлай жаңадай күміс қосылған, негізінде ана судың ішіне құйып, оны көзі көретін адамдар суды бүйтіп айналдырып қарасаңыз, ішінде кәдімгідей күмістері көрініп жүреді. Жақсы, рахмет, сау бол. Тағы да сұрақ бар ма? Кеш жарық сәлем бар. Жантақшысы арықтайтындар бар ма дейсің? Жантақшысы арықтаймыз ба дейсің? Хлорофилді ішсеңіз арықтайсыз. Хлорофилді таңертең ұйқыдан тұрған кезінде 1 стакан жылы суға, 10 суда таңертең жылы су ішесің ғой. 1 стакан жылы суға жаңағыдай, мен 14 тамшы тамызам, 16 тамшы білмеймін, басқалар қанша 5-6 тамшыдан шығады. Сондай тамызсаңыз, жарты сағаттан кейін сізді туалетке апарады. Туалетке апарған кезде ішіңізден кәдімгідей біраз жаңағы лас нәрселер шығады. Ішіңізді босатпайсыз, ешқандай ауру белгісі жоқ. Кәдімгі ешқандай қиындықсыз апарады. Өте керемет. Қойсам болады ма? Ау. Саламатсыз ба? Мен бір несінен оқыдым да, производитель Россия деп тұр да.
Осында Россияда өндіріледі ме? Қалайша оны? Енді тыңдаңыз, бізде мысалға шикізат біздің Қазақстаннан шығады, жантақ. Бірақ оны өңдеп бізге осындай әдемі не жасап беріп отқан Россиядан Пермь қаласында әкелі балалы профессорлар, сол кісілер әбден өңдеп, емдік қасиетін тауып, оған ион қосып, серебро қосып, бізге өңдеп беріп отқан Пермь қаласында отырған профессорлар. Міндетті түрде оны Россия өңдеп отыр. Толықтай біз отандық Президент өнім кім деп екен айта осы алмаймыз. компания? Қалай біз оны отандық өнім Осы жерде мен жауап беріп жіберейін осы сұраққа. Бола ма? Мгм. Иә, айтайын жаңа. Зура ханым, саламатсыз ба? Солай жазылып тұр атыңыз. Негізі ионный форманы шығаратын профессор тек қана Россияда. Біздерге ионный формадағы именно жантақ керек болғасын жерде, сол жерге барып, жантақты ионизировать етуге жіберілген. Сол жерде оларда тек қана авторский правасы бар. Поэтому ионизацияны город Пермь производитель деп тұр, бірақ под торговой маркой Уме. То есть осы компанияның заказы бойынша жасалған деген. Сырьёның барлығы Қазақстаннан барады. Ояқта тек ионизация жасайды. Ионизацияға қосылған жаңа элементтері бар. Алла бұйырса 18 элемент қосылады. Қазіргі таңда бонусный программада біздерде 4 элемент қосылған. Сол 4 элементке еще тағы 14 элемент қосылады. Бұйырса жаңа жылға шейін тағы да 18 общий біздерде продукция болады. Енді біздерде Қазақстанда ионизация жасайтын профессорлар жоқ. Авторский права тек қана сол Пермь қаласындағы Кривекин деген өзінің индивидуальный предпринимательствосы бар, өзінің авторский правасы бар. Тек қана сол кісіде права болғасын жерде сол жаққа жасатады. Ол жалғыз біз емес, барлық СНГ союзында. Ал өнімдер, мысалға жаңағы көрсетіп жатыр, мысалы Таразда өндіріледі деген. Мен өзім Тараздың тұрғынымын. Сұрап жатқаным ғой. Таразда өндіріледі деген рас па? Таразда өндіріледі. Ол жаңағы жалпы ол деген қалай айтады, коммерческий тайна ғой негізі. Бірақ сол біздерде өндірілетін Топ-Лайф компаниясының ішінде жалпы кішкентай мини заводы бар. Сол жерден полностью жаңағы фасовкасы барлығы сол жерден өтеді. Бізде сонда мысалы дүкендерден Инстаграмнан көріп жатырмын да, кәдімгідей үстеме бағамен 100% бағасымен тұр ғой, сол чистящий, моющий средстволар, жаңағы ба. Олардың бәрі мысалға сонда кәдімгі олар қалай сатып алған, ол дүкенді олар қалай ашып отыр да? Ал біз неден аламыз? Жалпы, если сіз деген Тараз қаласына барып, прямой заводқа барсаңыз да, сіз, например, біздікіндей бағамен ала алмайсыз, потому что ол жерде розничный бағада. Ол жерден бағаны алу үшін сіз кемінде бір 100 миллионның товарын оптовый, крупно оптовыймен алу керексіз. Сол кезде сізге жаңағы клубный бағаның бағасы шығады. Если сізде ондай оптовыймен ала алмайтын болсаңыз, сіз кәдімгідей розничный, екі есе қымбат бағасымен сол жерден ала аласыз. Любой дүкенге қарасаңыз, например, сол Эколайфтың сайтына қарасаңыз, біздерде, например, моющие средства, гель для стирки алайық, например, 2950 теңге болса, сол заводтың прямой сайтында ол 4700 теңге тұрады, а Каспиде продажный 5700 теңге тұрады. Поэтому сізге ол жерден біздің клубный сияқты крупный оптовый бағамен алу үшін сізге үлкен вложение жасау керек болады ол жерге. Сонда ол кәдімгі өздері кәдімгі үлкен ашқандар олар алып жатыр үлкен бағада, иә? Үлкен суммада. Сөйтіп сатып жатыр. Иә. Түсіндім, рахмет, сол сұрап жүргенім ғой. Біз жақта, мен Залиниде тұрамын, Таразда, соны
бір жақта бір емес, Иә, көбісі бүйтіп айтады, біз барсақ, үмеденмін деп айтсақ, ол деген вообще былай қарағанда, ол компания сізбен договорға отырған жоқ, сіз оның партнер емессіз, партнеры то үме, например, тек үме өзінің администрациясы екеуі договорға отырған. А біздер тек үмемен договорға отырдық, біз тек үмеден сұрай аламыз. А сіз, например, кейбір бізде партнерлар бар, тоже мен тараздікімін, ертең заводқа барып, мен үменің адамын, барып осындай бағаға алайын деп, сондай неше түрлі адамдар болады ғой, сондай сұрақтар қойып жатады. Енді оны адамның басына қонымсыз заттар негізі. Ол компания біздермен договорға отырған жоқ қой, да, участниктермен. Олар тек компаниямен отырды, поэтому олар тек қана компания, олармен договорға отырып, қандай количествода алады, үлкен крупный оптовыймен алама, розничныймен алама, ол чисто компанияның өзінің внутренний келісім шартта бар. Поэтому біздің жаңа тараздықтар, өзіміздегі клубта жүрген, мен тараздікімін, заводтың қасында тұратын едім, заводқа тікелей барсам ала алам ба деген сұрақтардан аулақ болыңыздар, пожалуйста. Рахмет. Жоқ, ол заводқа рахмет. Жанар ханым, рахмет. Жақсы түсініктеме, сұрақтарға түсініктеме беріп жатсыз. Тағы да сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Тағы мына маркетинг туралы не сұрақтарыңыз бар? Қоя беріңіздер. Не защитила моих сыновей. По-твоему, я не тревожусь? Сетевой бизнесқа ұқсайтын жерлері бар екен негізінде. Соны сетевой бизнес емес дегенде. Адамдарды қалай біз сендіре аламыз, кішкене олай. Сендіргенде. Қалай дұрыс жауап бере аламыз? Сіз қараңызшы, сетевой бизнестің элементі тек бұл жерде жаңағыдай набор 30 мың теңгеге тіркелесің, біріне аласың деген сол жерлері ғана ұқсайды. Енді бұл не жалпы сетевой бизнеске тек кішкентай ғана осы екі несін ғана алған. Бұны не үшін алып тұр? Біз осы магазиннің ашылғанын реклама жасауымыз үшін, халыққа айтып отырмын ғой, халыққа жеткізу үшін мынандай магазин ашыпты деп бір-екі ауыз сөзбен айтсақ, ол жерден ешқандай адам пайда көрмейтін болса, магазинді ұзақ уақыт біз созып жүреміз айтып халыққа тарату үшін. Сондықтан да халық ақша тауып отырып, адамды қазір ақша тапқан қызықтырады ғой. Сондықтан да сетевой бизнестің бұл тек қана мына жерде набор дегені ғана ғой, не істеп тұрған. Бұл тек қазіргі уақытта сетевой бизнес сияқты болып тұрған. Ертеңгі уақытта бұның барлығы өзіменен өзі ертең халық жиналғаннан кейін сетевой бизнес болмайды. Сетевой бизнеске неге қай жері ұқсайды, ұқсамайды деп сұрақтар қойып жатса, элементтері жоқ. Сетевой бизнес, CV, мынаны шақырсаң мындай процент аласың, мынаны шақырсаң мындай процент, екі аяғың теңескенде мындай аласың деген жоқ. Тек бұл жерде бір ғана шақырасың, шақырғаның үшін рефералка аласың, жаңағы астыңыздан командный, астыңызда адам тарқаған кезде солардан алатын екі-ақ түрлі ғана бонус бар, болды. Сетевой бизнес сияқты анда барасың, содан кейін мынаны жабасың, астыңнан екі адамды өсір, директор өсір, ондай ештеңесі жоқ. Ал басқа, мысалы, баяғы сетевойлар салыстырып қараңызшы, бұдан бөлек қой, бұл басқа, шындап келгенде. Бір аяқпен де ақша таба бересіз. Ал басқа жерде бір аяқпен ақша таппайсыз. Рахмет. Товарды алғанда товардан бұл неге біздің немізге счетымызға қандай пайда түседі, соны білек керек. Магазиндегі товарды алған кезде ма? Ол сұраққа да мен жауап беріп жіберейін. Алла бұйырса, алдағы уақытта осы бір-екі күнде маркетингке тағы 2 бонус қосылады. Ол бонус именно товар алғанға қосылады. Сіз товар сатып алғанда, каждый сатып алған товардан бонус қосылады. Или, микрофондарын түсіндіріп қойыңыздар. Товарға тағы 2 бонус қосылатын болады. Оны 1-2 күнде жақын арада компания озвучивать етеді. Сол бонустар қазір саналып, алдағы уақытта каждый сатып алған товарға бонус алатындай мүмкіншілік болады.
Сосын жаңағы біз 30 мыңға тіркелдік, ал 30 мыңға тіркелгенде біз сол суммаға қанша товар аламыз, қанша суммаға товар ала аламыз. Соны да айтып Макуза ханым, сіз деген компанияның маркетингін түсінбеген екенсіз. Сіз 30 мыңға тек бір штук жантақ сатып аласыз, болды. Товар ол отдельно. Товарға, например, магазинге тіркеліп, компанияға не болу үшін, участник клуба болу үшін, клуб бағасына сіз 3 айға 4,5 мың теңге, 1 жылға 15 мың теңге төленгеннен кейін арзан бағамен алуға доступ аласыз. Содан кейін сол доступпен өзіңіз білесіз қанша затқа, қанша товар алатыңызды, ол өзіңіздің потребностіңізге байланысты. 30 мың теңгеге тек қана бір флакон жантақ сатып аласыз. Қайырлы күн. Мен сұрағым бар еді, маркетингті түсіндіресіз? Бана дұрыс қарай алмадым, тыңдай алмадым. Маркетингті қайтадан айтып жібересіз бе дейсіз? Иә. Аля ханым, так, Аля деп шығып тұр. Маркетингте былай 30 мың теңгеге тіркелесіз, 60 мың теңгеге тіркелесіз, 150 мың теңгеге тіркелесіз, 300 мың теңгеге тіркелесіз. Осы 4 набордың қайсысын қалтаңыз көтере алады, сол наборға тіркелесіз. Айттым ғой, бірінші 30 мыңға тіркелген кезде сізге бір түйір жантақ беріледі, хлорофилл. 60 мың теңгеге тіркелген кезде 2 түрін аласыз жантақтың, 150 мың теңгеге тіркелген кезде 5 түрін аласыз жантақтың, 300 мың теңгеге тіркелген кезде сіз 10 түрін аласыз. Осы жантақ қосылған продукцияның 10 түрін аласыз. Енді сіз өзіңіз 30 мың теңгеге тіркеліп, артыңызға шақырасыз ғой, енді реклама жасайсыз, жантақтың кереметтілігін өзіңіз ішкеннен кейін жан жағыңызға айта бастайсыз. Сол кезде артыңызға қандай пакетке тіркелсе, сол пакеттің рефералкасын аласыз. Мысалға, өзіңіз 30 мың теңгеде тұрып, 60 мың теңгеге адам шақырсаңыз, сіз 12 мың теңге рефералка аласыз. 2 мың теңге ТМ бонус аласыз. 12 мың теңге бірден шақырған бойдан түседі сізге счетыңызға, ал 2 мың теңге апта сайын жаңағы цикл жабылады ғой, апталық табыс жабылған кезде сізге астыңызға 2 мың теңге тағы түседі. 150 мың теңгеге шақырсаңыз 30 мың теңге аласыз, өзіңіз 30 мың теңгеде тұра берсеңіз де, және одан сіз ТМ бонусқа бір апта өткеннен кейін 5 мың теңге аласыз. 300 мың теңгеге шақырсаңыз 60 мың теңге аласыз рефералкаге, ал ТМ бонусқа бір аптадан кейін 10 мың теңге ақша түседі. Сонда сіз 60 мың теңге рефералка аласыз, 10 мың теңге ТМ бонус аласыз, бір аптада сіз 70 мың теңге бір адамды шақырып 70 мың теңге табыс табуға болады. Макс пакетпен келсе артыңызға. Сондықтан да жаңағы енді осыдан кейін сол 300 мыңға шақырған адамыңыз өзіне адам шақырды ма, ол кезде сіз 30 мың теңгеде тұрсаңыз, тек 3-ақ уровеньге дейін аласыз. 3-ақ уровень деген артыңыздан қатарынан 3 адам шақырсаңыз, солардан ғана ала аласыз. Солардан тарқаған командадан ғана ала аласыз. Егер де сіз 60 мың теңгеде тұрсаңыз, 6 уровеньге дейін табыс таба аласыз. Сіз егер де 150-де тұрсаңыз, 9 уровеньге дейін табыс таба аласыз. Ал сіз макс пакетте тұрсаңыз, 12-ші уровеньге дейін табыс таба аласыз. 150 менен 300-ге тіркелсеңіз, рефералный бонусты, рефералканы 150-де тұрсаңыз 2 уровень аласыз. Мысалға, сіз келдіңіз 150-ге, сіздің астыңызға мен келдім, мысалға 300-ге, менен 60 мың теңге бір аласыз. Енді мен астыма Жанар ханымды шақырам. Жанар ханымнан сіз 5 мың теңге рефералка тағы аласыз, ТМ бонус 5 мың теңге аласыз, менен ТМ бонус жаңағы 10 мың теңге аласыз. Мысалға, мінекей, осындай бұл жерде. Ал егерде 300-де тұрсаңыз, сіз 3 уровеньге дейін рефералка аласыз. Мені шақырдыңыз, менің адамымның адамынан сіз рефералка аласыз. Рефералка деген 10 мың теңгеден мысалға. Біз 300-ден келсек, 10 мың теңгеден аласыз. Еще олардан ТМ бонус тағы аласыз. Бір аптада бір адамнан 2 рет ақша аласыз ғой.
Жалпы бұл жерде барлық маркетинг осы. Осыдан артық жаңа айтатын ештеңесі де жоқ маркетингте. Тек уровеньдерден айырмашылық бар. Сосын жаңағы рефералкадан айырмашылық бар. Болды. Рахмет. Сосын Тағы да деген бір сұрағым бар, айтылыпты ғой, қоюға болады бір ма? линиямен жүреді деп, сонда бәрі бір линиямен кете бере ма сонда? Міне қараңыз, бір линиямен табыс таба беруге болады. Сіз мысалға келдіңіз, 300 мың теңгеге тіркеліп тұрсыз. Сіздің астыңызға келеді бір адам, оның астына бірыңғай адамдар бірінің астына түсе берсе, бәрінен де сіз бірін лишний қылып бере бересіз, егер астыңызға келсе. Егер сіз жоқ, өзімнің шақырған адамымды өзіме ғана тіркеймін десеңіз, онда сізде 2 бетке, 3 бетке, 5 бетке, 10 бетке дейін істей беруге болады. Бірақ жаңағы адамдар бір беткімен де табамыз деп бір беткеге қойып жатыр. Каждый адам өзінің адамын шақырады, каждый адам өзінің адамын шақырады. Сонда бір беткімен де 40 ақша табуға болады. Даже 100 миллионға дейін ақша табуға болады. Тек олар қанаттарымен тармақталып көбею керек та. Бірінің астына бірі тұра беретін болса, 12-ші уровеньге келіп қалады ғой тез. Сондықтан да әрбір кірген адам өзінің адамдарын өзінің жаңағы жан-жағына өзіне қоя берсе, онда осы жерде үлкен ақша табуға болады. Сонда сол Кешіріңіз, тағы да бір сұрақ қойсам болады ма? Балаларға қанша жастан бастап беруге болады жантақты? 1 жас бола ма, 2 жас бола ма бере беруге болады, бірақ біз үлкендерге бергендей жаңағы 12 тамшы ондай емес, кішкентай балдарға 1 тамшы, 2 тамшы жайлап беруге болады. Астыңа жазылған адам өзіңнің личнигің болу керек па, чтоб ақша түсу үшін? Астыңызға жазылған, егер де сіз айтып отырмын ғой, сіз өзіңіз келіп жаңағы рефералка алғам, ешкімге бермеймін адам десе, өзі солнышко қылып тіркеуге болады. Түсіндіңіз бе? Жоқ, біз бір жаңа команда болып бір-бірімізге көмектесіп, бір-біріміздің тапқан адамымызды бір-бірімізге жаңағы лишний қылып беріп, бірінің астына бірін тіркеп табуға болады. В общем, личник өзіңдікі болу керек болып тұр ғой, понятно. Енді бір 2 личник болса, вообще 3 личник болса, вообще күшті ақшаны көп табасыз. Хочет заставить тебя колебаться. Негізінде маркетингде 5 бетке ашып алу керек қой, 5 солнышко қылып 5 адамды өзіңге тура тіркеңіз да, сол 5 адамды тарқатып жіберіңізші төмен қарай команда жасап. Болды, ақшаның астында қаласыз. Аптасына 2 миллион, 3 миллион табасыз. Сөйтіп тауып атқан қыздар бар. 5 бетке ашып алған, солнышко қылып 5 адамды өзіне тіркеп алған. Сол 5 адамнан тарады ғой ұрпақтары. Сол кезде ол адам қазіргі таңда 2 миллион, аптасына 2 миллионнан жоғары ақша тауып отыр. Что это значит? Ол 5 кісіден тарқатамыз дейсің. Екі қол күтпей ар жағы? Екі қол шексіз күтпей? Екі қол бұл Солнышколарға екі қол күтпей қалай болады? Солнышко ғой, юбка қылып сіз ана матрица ұқсат. Бұл жерде бар ғой, өзіңіздің шеберлігіңізге байланысты қалай қылып істесеңіз де. Айтып отырмын ғой, 5 беткі жасап алыңыз да, сол 5 беткіні өзінің әрқайсы өзінің 5 беткісін жасасыншы, әрқайсы өзіне 5 лишник тіркесінші, сол адамдар. Бұлай қарасаң матрицаға да келеді, бұлай қарасаң солнышко келеді. Осылай таба берсінші, болды, ақшаның астында қаласыздар. Бұл жерде адамның өзінің еркі қалай жасасыздар. Бірінің астына бірін тіркеп істей ма, 2 адам 2 бетке ашып істей ма, жоқ 3 бетке аша ма, 8-10 бетке ашып істей ма, өзі біледі. Лишниктерін өзі қимаса, өзіне тіркейді, солардың астарына әрқайсы өзінің командасын шақырған кезде ақша содан түседі. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Түсінікті ма? Сәлеметсіз ба? Біздің түсінбеген жеріміз бұл маркетингте жаңағы 3 адам 3 аяқ тіркеледі дегенге 3 аяқтың адамы біткесін неге лишнигі 3 болып қалады деп түсінбей жүргеніміз сол жер еді ғой. Дұрыс айтасыз, солнышко тіркей бергенде өзіңнің лишнигің көп болғаны дұрыс болу керек бұл жерде да. Біз қайта-қайта сұрап жүргеніміз сол. 3 адам дейді, 3 адам лишниктен дым болмай қалады ғой мысалы да. Онда солнышко қылып тіркей бергенде ол қалай ізгі жағы қалай болып кетеді, соны қалай түсіндіре аласыз? Кәдімгі осы 3 адам тіркегендей болып кете бере ме ол да? Иә, әрқайсы өзінің 3 адамын тіркейді. Мысалы, сіз 3 адам тіркедіңіз де, 3 солнышко қылып. Сол 3 адамның әрқайсы өзінің 3 адамын тіркей беретін болса, яғни үлкен табыс шығады.
Егерде сіз сол 3 адамды бірінің астына бірін жаңа бір-біріне лишний қылып бір қойсаңыз, 12-ші уровеньге барып тіркелсе болды, беткі бітіп қалады ғой, бірінің ұзақтан таба алмайсыз. Ол тармақталу керек, ақшаны мол табу үшін. Түсінесіз ба? Тармақталған кезде жаңағыда айттым ғой, 3 тармақ болатын болса, сіз 3 тармақпен де мысалға сіз 3-ақ адам дейсіз ғой, сіздің 30 танысыңыз бар шығар. Сол 3 адам 3 лишний көмектесіп отырып 3 беткіні өсірсеңіз, ақшаның астында қаласыз. Жоқ, үш лишник емес. Мысалы, любой сетевой дегенде лишнигімізді есептемейміз. Біз қанша болса сонша тіркей береміз. Бұл жерге неге үш лишник деп сұрақ қойып жүргеніміз сол ғой біздің. Біз сұрап түсіне алмай жатырмыз да. Неге үш лишник? Сонда сіздің айтуыңыз бойынша 5 лишник, 6-7 лишник қылып тіркей беруге де болатын болыпты ғой, соның ішкі. Болады. Бұл жерде жамана мен айтуды ұмытып кеттім. Егерде бір жағыңызда екі веткі қылып та жасауға болады, 3 веткіді айттым ғой, 5 веткі, лишниктердің 10 болса, 10 веткі ашып тұрсаңыз, еркіңізде. Енді сіз қараңыз, сіз келдіңіз да, мысалға, бір жағыңыз кетті, бір Алматыдан бір адам тіркелдіңіз, ол келді команда шақырта, бір жағыңыз зуылдап жұмыс жасап кетті, екінші жағыңыз жайлап жасап жатыр, үшінші жағыңыз жайлап жасап жатыр, төртінші жағыңыз кетті, тез жасап. Осылай болады ғой арасында, қайсы білмейсіз ғой, қайсы хат жасап кететінін. Егер сіз бір жағыңыздан 5 миллион товарооборот берсеңіз, екінші жағыңыздағы 3-4 беткі бар ғой, солар әр қайсы 1000-нан, 700-ден, 300-ден жиналып, олар 5 миллион беретін болса, сіз компаниядан турбон саласыз 3 миллион подарка. Сол үшін ғой ана веткілерді өсіру керек, ана подаркілерді алу үшін. Егер сіз 50 миллион, мына жақтан 25 миллион, мына жақтан 25 миллион, екі жағыңыздан, 5 жағыңыздан болсын. Бірақ бір жағыңыз 25 миллион беру. Сол товарооборотты берсеңіз, сіз машинаға 15 миллион ақша береді сізге. Жаңағы 125 миллион мына жақтан, қалған 125 миллионды 4 веткіңіз берсеңіз, ода 50 миллион болатын болса, 250 миллион болатын болса, бұл жерде 50 миллион ақша береді. Жаңағы мен 3 веткі, 4 веткі деп отқаным, сол подаркілерді алу үшін солар жасауға болады. Жасау керек. Компанияның тегін беріп отқан рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз. Активация бар да, сосын активация жасап тұру. Жоқ, ондай активация бірдеңе, ондай ештеңе жоқ. Айтып отырмын ғой, ешқандай бір компаниядан жаңағы айтып отырмын ғой, адам өсір, қайта сатып ал, мына жерде компанияға ештеңе жоқ. Тупо бір-ақ рет ақша салып кіресіз, адам шақырыңыз, ақшаңыз табыңыз, магазинге 4,5-ге я 15 мыңға тіркеліңіз да, 50 мен 80% орталығында барыңыз да, заттарын сатып ала беріңіз. Бар айтып тұрған несі осы. Сізге басқа ешқандай міндеттеме жоқ ондай. Тек бір веткадан 10 миллион товарооборот берілсе не болады? Оның тек 5 миллионы есептеледі. Міндетті түрде жаңағы екінші веткі міндетті түрде 5 миллион беру керек. 3 миллион берілмейді да ол кезде. Жоқ, берілмейді 3 миллион. Екі жақтан, 2 жақ па, 3 жақ па, 5 жақ па сондайдан болса беріледі. Анандай жаңағы екі веткі болса да болады, екі веткімен де жұмыс жасап, бір жағына 5 миллион, бір жағына 5 миллион беріп, сол алуға болады 3 миллионды. Айтуға оңай ғой, айтуға 5 кісіні шақырып 5-терін неттеп. Біреулер бар шақыра алатын, сіздер сияқты ораторскілер шақыратын шығар, шақыра алмайтын кісілер бар, осында қалай табыстап ойлайсыздар? Ол сіз білмейсіз ғой, шақыра алатын, шақыра алмайтын. Сіз бір 2-3 адам танысыңыз бар, сол 2-3 адамды сіз шақырдыңыз, олар түсініп келді. Сіз білмейсіз ғой, сол кісілердің астында кім бар екенін. Оның астында бір адам шақыра алатын бір адам шығады ғой. Міндетті шақыра алмайым деген ол тек біздің ойымыз. Адамның барлығы адам шақыра алады. Просто сіз шақыра алмасаңыз, сіздің астыңыздан біреу туып кетуі мүмкін. Мысалға, мен қазір білмеймін, мен бір адам шақырдым бір жағыма, екінші жағыма бір адам шақырдым. Сол бір жағымдағы адамның астынан қазір Атырау керек па, Алматы керек па, Қарағанды керек па, Өскемен бәрі бар солай. Ал мен ол кісілерді танымаймын. Сол біреуден біреу шықты да, ана адамдар шақыра берді ғой солай. Мен ешқандай Қарағандыдан, Астанадан адам шақырған жоқ. Мен тек қана бір адам шақырдым. Сол адам бір адам шақырып, сол адамнан кетті тарап. Білмейміз мысалы астында кім бар екен. Күлай ханым, кеш жарық.
кеш жарық қалайсыз? Айтшы, адам шақыра алмасам дейді. Сіздер сетке шақырып атқан жоқ қой бұл жерде? Лецитин бір өзің ғана ма? Ол тамшы ма? Ол қандай капсула ма? Тамшы, ол сіздің балаңыз 20 нешеде дедіңіз? 23-те қызым. 23-те болатын болса, бастапқы кезде 5-6 тамшыдан лецитинді беріңіз. Бір мезгіл. Сосын жаңағы 16 тамшыға дейін көтересіз, артынан бір аптасын, бір 2 аптадан кейін солай көтеріп беріңіз. 16 тамшыдан болғанда күніне қанша рет берем? Бір-ақ рет беріңіз. Тамақтан кейін елес бұрын? Тамақтың алдында, тамақ шейін жатқан кезде беріп алыңыз, сосын тамақ беріңіз. Лецитин дедіңіз ба? Ол қанша күнге жетеді ол? Тамшылағанда? Тамшылаған кезде негізі бір адамға есептегенде 1 ай, 1,5 айға жетеді деген. Түсінікті. 1 литр суға Рахмет. су керек пе? 1 литр суға езіп ішпей ма 16 тамшыны күнімен? Жоқ, енді 23 Мен айтып жіберейінші осы жерде. Саламатсыз ба? Ол 16 тамшы сізге айтты ғой, просто профилактика есебінде ішуіңізге болады. Иондалған формадағы жантақ с ионами серебра деп айтты. Оны езіп іше беруіңізге болады деп. Бірақ енді серебро ол өзі ұшып кететін зат қой. Жалпы оны езіп, ол хлорофилл болсын, лецитин болсын, езіп іше беруіңізге болады. Бірақ мына ДЦП балаға күніге 2-3 тамшыдан, 5 тамшыдан ішсе болады. 1 апта көріңіз, 2 апта көріңіз. Если бала жақсы қабылдап, изменение болып атса, кішкене 1 тамшыдан қосып отырыңыз. Негізі бұл жерде 50 миллилитрде 1000 капель бар. 1000 капельді 16 капельге бөлгенде 62 рет ішуге келеді. Бірақ біздер енді 5 капель, 6 капельден бастап ішкеннен кейін бізге ол 2 айдан жоғары созылып кетеді. Негізі мына PDF формат бар да, врачтың бергені, профессордың берген, хлорофилге, лецитинге, ионный серебраға берілген несі бар, нұсқау бар PDF форматта. Сол жерде жазылған, даже кішкентай дозада 2-3 капельдің өзі 16 капель ішкенмен бірдей эффект береді, потому что бұл иондалған түрі через иммунную систему жүргеннен кейін ол бірдей эффект береді. Бірақ 2 капель, 3 капель деген даже мощнее дейді, чем көптен көрі. Енді передозировка деген жоқ, бұл жерде бұл клеточное питание, бұл коктейль, иммунобустер дейді, иммуно арқылы коктейль для подпитки иммунитета. Иммунитетті оятатын зат. Адамның иммунитеті жалпы өзі барлық аурулармен күреседі. А бұл жерде иммунобустер болғаннан кейін иммунный системаны оятып, сіздің ағзаңыз өзі көмектесе бастайды. Барлық ауруларды жеңуге. Енді ДЦП бала болса, 4-5 капельден бастай беріңіз, әрі қаратай жаймендеп 1-2 капельден қосып отырасыз. Хотя бы 2 апта 4-5 капель жарайды лецитин түрін ішуге. Если сіз үлкен неге келсеңіз, наборға келсеңіз, біздерде үлкен наборда тек прода, біздерде сереброның 1 штугы бар, макста тек 2-ақ штук серебро кіреді. Қалған наборларда 30-да, 60-да, 30-да тек хлорофилл бар, 60-да хлорофилл мен лецитин бар, прода 2 хлорофилл, 2 лецитин, 1 серебро бар. Сосын макста біздерде 3 хлорофилл, 3 лецитин, 2 серебро, 2 синий йод кіреді. Поэтому, если сіз үлкен наборға келетін болсаңыз, сіз жаңағы серебро алатын болсаңыз, сізде синий йод болса, оның барлығын сіз, например, 16 капельден без, если сізде 3 түрі болатын болса, например, хлорофиллді 4-5 капель таңертең ішетін болсаңыз, жаңағы лецитинді обедте ішетін болсаңыз, 5-6 капельді сереброны, например, түнге қарата ішетін болсаңыз, жаңағы, ол да жақсы. Мықты түнге қалдырмаңыз, потому что бұл иммунобустер болғасын жерде бұл энергия береді. Адам, энергия бергесін жерде түнде ұйықтамай қалуы мүмкін. Поэтому ертерек ішіп алыңыз, сағат 7-8-де, а то түнге қарата ішсеңіз, тағы да жаңағы ұйқыңыз ашылып кетуі мүмкін.
Түсінікті. Сонда суға езбей, былай по каплям тоже можно выходит пить, да? Можно. Просто некоторым людям воду же пьют целый день, поэтому кейбіреулеріне айтады, если вот она не алып жүрмеу үшін суды алып жүреді көбісі бутылкамен, поэтому бутылка езіп аласыз да, в течение дня ішуге де болады. То есть как капиллярный есебінде. Он в любом виде можно. Это не лекарство, это не БАДы. Это просто идет как питание. Питание, он как коктейль идет. Он даже бір жастағы балаға да беруге болады. Единственное, что если әйелдің аяғы ауыр болса, под присмотром врача деп айтады, да? Или там емізулі ана болса деп айтады. Но он тоже не вредит. Нельзя деп противопоказаний жоқ. Просто под присмотром деп айтқан, ну, как бы советом врача деген сияқты. А так он как коктейль идет, как питание, как правильное питание сияқты. Суточной нормасы 16 капель болып тұр ғой, да? Суточная доза 16 капель. Если, например, мен вообще бүйтіп айтам өзімнің командадағы қыздарға. Если у вас 3 өнім болса, 16 капельді, общий 16 капель қылыңдар, если боитесь, онда 16-ны 3-ке бөліп тастаңыз да, соны 3 препаратты, оны общий 16 қылыңыз суткаге деп. Ясно. Жанар ханым, сіз врачсыз ба? Жоқ, мен де сіз сияқты участникпін. Үшеу алдық, екеу алдық. 3 мезгіл 15 тамшыдан ішіп отырдық. Ол қалай болады? Әрқайсынан ба? Қайсынан 15-тен ішіп отырдық, 3 мезгіл. Мен өзім солай ішем, мысалға мен екеуін мен лецитин ішпейм. Йондалған жаңағы жантақпенен хлорофилл ішем. Сонда мен әрқайсынан 16-16-тан мысалға 32-сін ішіп аламын. Бір күнде. Мен 2 мезгіл бердім шалымда. Сақыр болып ауырды, соған айланысты алған. Сол серебродан 2 мезгіл бердім, 15-15-тен кешке хлорофилл бердім. 3 мезгіл. Солай ішті. Қалай енді, несі түсіп атыр ма сақыры? Неше күн болып берген? Ауырғанына 2 айдай болды. Ішкеніне 1 айдай ішті ғой енді. 1 айдай ішті ме? Бұлай сақыры түсті. Ондай көп қатты келіп кетіп жатқан жоқ. Сосын енді шамалы слабый болып қалған, өзі пневмония деді, сол пневмониядан кейін өзі сақыры көтеріліп кетті, сақыр деген шығып. Сонда бірден әл берді, бірден басын көтерді, ертеңіне-ақ көтерді, бірден қалай капель бердім 15-15-тен, уже бірден әсері етті, бірден тұрып кетті орнына. Кәдімгі жантақтың көмегі мықты. Ем болсын, жазылып кетсін шалыңыз. Жантақтың көмегі мықты. Мен айтып отырмын, осының алдында мен аяғым балама той жасағанда кафелде капрон калкуткимен тұрып, сонда мен сол күні той біткен күні аяғымды жанымды қоярға жер таппай ауырдым. Сол ауырғаннан ауырды, 2 ай ауырған шығар. 2 ай ауырып жүрді, ол кезде жантақты ішкен жоқпыз, ол кезде жантақ болған жоқ, ол кезде ол компанияға мен келген жоқпын. Келгеннен кейін осы жантақ қолыма тигеннен кейін, ол келгеннен кейін де біздер қазақтар ішіп болмаймыз ғой. Ана жерде жатады, домалап мына жерде жатады, сосын бір күні алып осын суға езіп іштім. Сол аяғым қойсыншы, аяғым ауырып жүр деп ішкен жоқпын. Әйтеуір әкелдім да мен сол жұрттың бәрі ішіп жатқасын мен де іштім. Енді сол аяғым ауырған ұмытып кеткенмін ғой. Мен қазір аяғым ауырмайды. Уже деген 15-20 күндей болып қалды. Менің сырқырамайды да түн ішінде аяғым. Ешқандай несі ауырмайды. Мен сол жантақтан басқа ештеңе ішкен жоқпын. Сол риза болып жатырмын аяғым қойғанына. Гүлжан, результатын айтып жіберіңізші. Біраз болыпты, иә? Уақыт біраз болыпты, аяқтайық қыздар. Енді тағы бір сұрақ. Мен жаңа бір партнерім не дейді ғой, қайсысын, менде бар, менде 8 продукцияның бәрі бар да, енді қайсысын берсем екен, баласы изжога құса береді, в общем, өтінде проблема. Біреуін алайын дейді да, енді қайсысын бергенім дұрыс, ол жазылмайым дейді, маған тек былай ала салайым дейді. Хлорофилл беріңіз, хлорофилл. Хлорофилл берейін ба? Аш қарында ішін жылыту. Менің өзім сосын жалпы хлорофиллдан бастаңыздар қай-қайсысында. Хлорофиллді аш қарында
бір жылы суға ертіп аш қарында ішіп алыңыздар. Содан кейін барып 10-15 минуттан кейін барып тамақтарыңызды ішіңіздер. Содан кейін бір 1-2 сағаттан кейін мына күміс суын қосып, или күміс суды су ішетін болсаңыздар, бір күніне 2 литр, 3 литр су ішетін адамдар болса, суларыңызға қосып қойыңыздар. Хлорофилл жалпы ішкі организмді тазалайды. Ауыздан шығатын сасық иістер болады, қолтықтың иістері болады, шваштың иістері болады ғой. Солардың бәрін кетіреді этапына отырып. Жаймен отырып істейді, оның бәрін бірден болмайды. Бұда передозировка деген жоқ, зияны жоқ. Жаңа бір Роза апайым айтып жатқан 15-тен 2 мезгіл іштім деді ме? Передозировка деген жоқ, просто лишний сыртқа кетіп қалады да. Далаға төгіп тастайсыз ғой. Ақшаға келген дүние болғасын, далаға төгіп не істейміз оны? Дозасымен, суточный доза деді ма, 16 капельден аспасын деді ма, сол организмге керек нәрсе суточный 16 капель. Ол үлкен адамға арналынған. Но балаларға 2 капель, 3 капель деп жатыр ғой. Главное, ең бірінші хлорофилл мен серебродан бастаңыздар. Хлорофилл сол ішкі организм тазалайды. Жаймен отырып іштеріңіз жібітіп, әдемі үлкен дәретке апарады. Зәрлеріңізден иш шығуы мүмкін. Іштегі вирустарды, инфекцияларды жайлап отырып шығарады. Тоқтатпай ішу керек ішкесін. Одан кейін күміс қосылған деп отқан. Жалпы үшеуі де жантақ қой, біліп отырсыздар ғой. Бұл өзі жантақ өзінің жұмысын жасай береді. Мынау ішіндегі қосындылар ғой, жасап жатқан қосымша. Күміс тоже антибактериальный, микробқа қарсы жұмыс жасайды. Сосын мына бүйрекке жақсы жұмыс жасайды. Бүйректе тас болса, құм болса, соны шығарады. Сосын геморрой бар адамдарға тоже жақсы. Жаймен әсер етеді, бірақ соны естеріңізде сақтаңыздар. Ал енді лецитин дегенді инсульт алған кісілерге, балаларда жаңа ДЦП бала деп жатыр ғой. ДЦП балаға да мына жантақпен нені беріңіз, күміс сумен. Ол балаларда кішкене болса да өзгеріс болады, жазылып кетпейді ол балалар. Просто кішкене болса да, қалай айтайын, кішкене мысалы түсіндіру, немен түсіндіреді ғой ол балаларды, мамалары біледі ғой. Сондай бір өзгерістер болады, жазылып кетпейді, кішкене бір өзгерістер болады. Тамақ ішкенде, например, шашалмайды, я болмаса мына аздап қасық ұстайтын жағдайға жетуі мүмкін. Сондай бір өзгерістер болады, әбден жақсы болып кетпесе де. Жеңілдейді, я болмаса дәретке отырам деп айтады. Ол балдар мысалы көбі памперспен отырады, ондай балдар. Мысалы сондайларын айтатын деңгейге жетіп қалуы мүмкін, энергия береді кішкене. Бұрынғы әлдеріне қарағанда жағдайы жақсарады. Жалпы сосын лецитин, мына өздерімізде әуелі мына бірден лецитинді қоспаңыздар, былайғы адамдар, былай дені сау адамдар. Әуелі очищение жасап алып, содан кейін барып лецитинді профилактика ретінде ішсеңіздер, есте сақтау қабілеттері жақсарады. Көбіміз қазір ұмытшақпыз ғой. Ол іштегі ұмытшақтық көбіне көп іштің тамырлардың бойының бітелуі, майлануынан, холестериннің көптігінен болып жатқан нәрсе ғой. Мына жерде мына жантақтың ең керемет қасиеті сол холестеринді ертетін қасиеті бар. Жалпы жантақ қазіргі уақытта көп зерттеліп жатыр. Себебі мына Паркинсон, Альцгеймер деген жаман аурулар бар ғой. Соған да емі табылып жатыр осы жантақтан. Бәлкім жаңа ДЦП деп жатыр ғой. Соған да жақсы болып кетуі мүмкін. Жантақтың қасиеті күшті, ол себебі адамға әл береді жантақтың өзі. Жаңа түйе көп жыл өмір сүретін мал, жаңағы айтады ғой, түйенің етін жеген адам 12 ай көтереді деген сияқты, оның қасиетіне байланысты ғой, көрдіңіз бе? Түйенің шұбатын ішкен адам анемия болмайды. Міне осының бәрі неге? Потому что жаңағы жантақта кальций да бар, магний да бар, бүкіл 10 метр тереңдікке кеткенде бүкіл жер астындағы минералды, витаминді өзіне сіңірді ғой. Соның арқасында жантақта бүкіл витамин бар. Сіз оны суточный доз алғанда өзіңізге сіңіресіз. Сізге калий да кіреді, магний да кіреді, кальций да кіреді. Анемияны алдын ала, темір де бар оның құрамында. Сосын ең күштісі мына бәріміз профилактика ретінде ішуіміз керек. Раковый клетканың өсуін тежейді. Организмімізде бәрімізде де раковый клетка бар. Оған тек бір жағдай болса, ол өршиді. Сол үшін де бізде раковый клеткамызды өсірмеу үшін постоянно рационда, мысалы шват ішіңдер дейді ғой, енді шватта қымбатсынып алмаймыз көбіміз, таза емес дейміз.
мына жантақ міне таза сіздерге келіп тұрған міне қазір көп қой раковый ауру көп. Сондықтан постоянно рационға енгізіп қойыңыздар. Былайғы ауырмаймын, еш жерім ауырмайды деген адамдарда күміс суын жаңа неге құйып алып, бутылкаға құйған суларыңызға ішіп жүріңіздер. Ол сіздерге білінбейді, жайлап отырып, тұрақты бір ай, 2 ай ішкенде өздеріңіз байқай бастайсыздар, өзгерістерді. Андай-мындай ыңқыл-сыңқылдарыңыз кете бастайды. Энергия алады. Мен өзім таңнан тұратын болдым қазір. Өзімнің немді айтайын, таңнан тұрам. Мен ұйқышыл адаммын, ұйықтамайым да жай тұратын едім. Кәдімгідей таңнан тұрам. Сосын мен қазір мына осыны ішіп жатырмын ғой. Мен хлорофилді де ішіп жатырмын, мынаны да ішіп жатырмын. Қазір аллергический бронхитім бар, соған ішіп жатырмын. Өзім эксперимент жасап жатырмын. Сондықтан сіздерге де айтарым, анаған бола ма, мынаған бола ма деп сұрамаңыздар. Іше беріңіздер. Ең бастысы дұғаларыңыз жасаңыздар да іше беріңіздер. Бұл зиянсыз дүние ғой, зиянсыз. Біздер бәрібір зиян нәрселерді ішіп жатырмық қой организмімізге. Соны уақытымен шығарып отырады да бұл. Зәрі арқылы шығарып отырады, дәрет арқылы шығарып отырады, үлкен дәрет арқылы. Жантақтың қасиеті өте күшті. YouTube-қа кіріңіздер де оқыңыздар. Оны сұрай берудің қажеті жоқ, оқыңыздар жантақтың пайдасын. Сонда өздеріңіз жақсы түсінесіздер бар ғой. Мына жерге сол химиялық составын әкеліп қойған ғой бізге күшті қылып. Көрдіңіздер ме? Даладан теріп ішпей-ақ өзімізге міне дайын күшті қылып, еще күміс қосып қойған, еще лецитин қосып қойған. Бізге мынау келіп тұрған бұл деген өте күшті нәрсе, көп адамдар білмей жатыр әлі. Мынаны бәріміз ішіп, әрқайсымыз ішуіміз керек, үйде тұру керек мына нәрсе. Балаға да беріңіздер. Жаңа туған балаға да құттай суға тамыр жіберіп беріңіздер. Жайлап сіңе бер себебі. Жаңа туған баланың өзі қазір денсаулығы жоқ, дүниеге келген баланың. Беременный келіндер бар ма, беріңіздер. Уже зачатиеге дейін беріңіздер, іше берсін. Здоровый бала дүниеге келу үшін. Лецитинді әсіресе жақсы беріңіздер. Неврологический больнойлар көп қазір. Сосын мына кілең қарап отырсаңыздар, көбінде воспаление ғой процесс. Воспалительный процесс көп қой. Мына наружный применение деп тұр сыртында. Мына жантақтың несін оқысаңыздар, внутренний и наружный применение. Бұл нәрсе барлық жағдайда бола бермейді. Наружный применение көп жағдайда внутрь болмайды. А мына жерде екі жақты қолдануға болады дейді. Жараға да болады. Жағуға антибактериальный қасиеті болғасын. Сыртына косметика ретінде де қолдануға болады деп жазып қойған, е? Бұл деген уже жақсы деген сөз ғой. Сондықтан бере беріңіздер. Ішіміз таза болса, бізде ұзақ өмір сүруге де болады. Көптеген ауруларды да алдын аламыз. Мына аяғын баса алмай жүрген апалар, ағалар, қуықтар нетіп жүрген ер адамдарда простата көп. Осыны беріңіздер. Геморрой көп ер адамдарда. Іш қату көп, іш қатып жүрген адам көп. Дәретке 3 күнде бір барам деген адам болса, обязательно беріңіздер. Сондай нәрсе өшім. Рахмет, Тайра ханым, рахмет. Біраз ақпарат беріп тастадыңыз. Кешіріңіз, мен бір сұрақ қояйыншы. Мысалы, адам 60 мыңға жазылса, 2 продукция беріледі деп тұрсыздар. Немен? Хлорофиль мен 1 лецитин. Енді негізі әуелі любой продукцияны ішкенде организмді тазалап алған дұрыс. Мысалы, ол біздің сұрағымызды бере ме? Мысалы, 1 хлорофилл, 1 сиропы. Жоқ, ол сізге 1 хлорофилл, 1 лецитин береді. 60-ға келгеніңізде. Сіз егер 150-ге келген кезде, ол жерде иондалған серебро береді. Жоқ, енді адам денсаулығына қарай, мысалы, өнебейін біреулерде ақшасы болмайды. Біріншімен осыншейін. Енді жалпы маркетингке солай жазып қойған ғой. Оны енді бәрімізді адамбыз ғой, оны келісіп, осыны мынаны емес, мынаны ішкім келеді деп алмастырып алуға болады ғой. Енді пока опис жоқ қой. Опис болмасын. Қаяқтансыз сіз? Атырау. Атырауда